Гүлназ, не хабар? Аманшылық. Не хабар деген сөзді естігенде сол адамға еркелеп кеткің келіп тұра ма? Еркелеп кеткім келмейді, бірақ та өзімнің жақын адам екенін бірсіндей сезім келеді. Жерлесім екенін Не хабар деген сөз саған жылы естіледі. Жылы естіледі, әсіресе Алматыда, Астанада. Басқа қалада жүргенде. Немесе шетелде. Қазіргі таңда қазақ аруына лайықты кім? Кімнің ішінен? Жалпы Қазақстанда. Қазақстанда меніңше эстрада жүрген біраз қыздар қазақ аруы атағына лайық. Мүмкін Айдана Меденова. Дәстүрлі сұрақ біздің, шоу-бизнестен кім кету керек? Өнерде ешқандай шекара болмау керек сияқты, сондықтан бәрі де сият. Әркімнің өзінің аудиториясы бар, әркімнің өзінің тыңдарманы бар. Сондықтан бәріне де орын бар, ешкім кету керек емес. Сен көбіне кинода біреудің ғашығы болып ойнайсың. Сол кинодағы жігіттердің қай жігітке күйге шығар едің? Кинодағы образда. Мысалға Нұрлан Қоянбаев бар, Тәуекел Мүслім бар. Кинодағы образдан, шын өмірдегі емес, кинодағы образдан қайсына күйге шығар едің? Мүмкін Тәуекелге де, Нұрланға да, екеуінің кейіпкерлері өте жақсы, болашағы бар кейіпкерлер, сондықтан екеуіне де шығатын едім. Мысалға Нұрланда бизнесмен, кинода, ал Тәуекел? Ол енді жақсы жерден шыққан, әкесінің компаниясы бар. Өзі де сол компанияда жұмыс істейтін болашағы бар жігіт, сондықтан неге шықпасқа. Асылхан Төлепов бар. Асылхан енді көкпаршы. Енді меніңше ол жерде менің кейіпкерім Асылханға мүмкін тұрмысқа шықпас еді. Кейіпкері шықпас. Себебі бұл жерде біз нақты нүкте қойылған жоқ, екеуінің болашағы бола ма, болмай ма деген, сондықтан бірақ мүмкін Асылхан шетелге көшіп кетер еді. Сол кейіпкері. Иә. Нағыз қазақша бизнес деп нені айтар едің? Қазақша бизнес қазіргі уақытта бұл енді құрылыс шығар. Мысалға бизнес по-казахски деп кино түсіріп жатсыздар. Сол нағыз қазақша бизнес деп нені айтар едің? Қазақша бизнес бұл таныстарымды өзіңнің жаңа мекемеңе алуы мүмкін. Біздің фильмде көрсетілгенде. Бұның енді өзінің бір артықшылықтар мен кемшіліктер де болуы мүмкін міндетті түрде, бірақ та ондай бар арамызда. Қазақша бизнес деген мүмкін осы болар. Бұл менің тұжырымым. Айналадағы таныстарын жинау. Өз ісін білетін таныстарын жинау. Көп қыздар бұл менің образым деп темекі шегіп шешініп жүр. Жалпы кинода саған сондай образ ұсынса. Егер де бұл фестивальдерге, халықаралық деңгейге жететін бір керемет режиссердің фильмі болса, келсер едім. Себебі мен актрисамын. Бұл жерде тек қана сол экранда қалатын образ олай. Төбелескен кезің болды ма? Өкінішке орай жоқ. Төбелескен жоқпын. Неге өкінішке орай? Білмеймін, енді кішкентай кезімде мүмкін сондай оқиғалар болса, бір қазір айтып беретін едім, қызық болар еді. Бірақ та мен ондай төбелестен алыс болдым. Сабағымды жақсы оқитын, жуас, тіпті ұялшақ қыз болды. Сондықтан төбелесіп көрген жоқ. Бірақ құрбыларын төбелескен көргенмін. Поддержка ұстап тұрдың, ең бастысы. Иә, қорқып. Мысалға киноға ұсыныс түседі. Біріншісінде айтады, шашыңды тақилат алып тастауың керек дейді. Немесе екіншісінде 20 килограммға семіріп алуың керек дейді. Қайсын таңдар едің? 20 килограмм. Шашымды алар едім. Шаш өседі, парик бар. Қазір уақытта наращивание волос дейміз. Сондықтан шаш құю меніңше оңайырақ болатын сияқты 20 килограмм. Сосын арықтау қиын. Иә, арықтау қиын. Жинау оңай, арықтау қиын. Сондықтан шашымды алар едім. Көкпарда сені таңғалдырған нәрсе? Таңғалдыратын нәрсе бұл жігіттердің жаңа ойын кезіндегі жаңа ауыртпалық физикалық тұрғыда. Өте қиын, себебі былай сыртынан қарағанда өте оңай болып көрінеді. Ал мен сол түсірілім барысында болдым, бір трюкті 3-4 рет қайталандағы жаңағы ауыртпалықты көргенде мені сол таңғалдырды. Және ойынның шарты бұл меніңше көкпарды көрген адамдар өзіне осы көкпар ойынын жаңадан ашты деп ойлаймын, және де көптеген нәрселермен танысты. Африкада қандай бизнес жасауға болады екен?
Тизерді, бизнес по-казахски фильм тизерін, трейлерін көрген адамдар, бұл басты бизнес меніңше бұл қазақтарды қызықтыратын бұл шайды экспорттау Африкадан. Африкадан бері қарата. Бері қарата, иә, шай. Және де меніңше көп нәрсені, көп бизнес ашуға болады Африкаға барып алып. Көптеген экзотикалық меніңше жеміс-жидектер бар. Еттің түр-түрі бар. Ненің етін жеген келеді, бәрі бар. Және де туризм шығар, сол жаққа жаңағы турпакет, бір саяхатты ұйымдастырып, Қазақстаннан сондай турфирма ашу. Турфирма ашу, түсінікті. Гүлназ, мен қазір танымал адамдарды айтам. Сен соларды жеміс-жидекке теңеу керексің. Кеттік. Қайрат Нұртас. Алма. Төреғали. Алмұрт. Зируза. Шие. Ақылбек Жеменей. Қауын. 91. 91. Бесеу ғой еще. Киви мүмкін. Неліктен? Осындай қорапта сатылады, бәрі толып тұр. Жанар Айжанова. Айва. Илья Ильин. Қарбыз. Тәуекел Мүслім. Банан. Банан. Ұзын дейсің. Нұрлан Қоянбаев. Персик. Персик. Неге? Білмеймін. Жеміс-жидек қалған. Аша Матай. Құлпынай. Бауыржан Ретбаев. Абрикос. Абрикос. Гүлназ, саған көп-көп рахмет. Біздің селфи сұхбаттың көрермендеріне өзің тілегіңді айта кетсең, және жаңа жылдық тілегіңді. Құрметті көрермендер, селфи сұхбат рубрикасына бағдарламасын көрермендер баршаңызға жаңа жылы тек қана сәттілік, жаңа белестер, жаңа табыс және де жаңа мақсаттар тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет баршасына.